Әңгіме басталмас бұрын, арнаға тіркеліп, жаңа хикаяларды бірінші болып тыңдаңыз. Менің бір ғана ұлым бар, таяуда 30-ға толды. Бәрін ойласам, кеше ғана етегімнен түспей жүргендей. Кеше ғана мойныма асылып, мама деп шапқылап жүргендей көрінетін. Ал бүгін ол үйдің иесі секілді, сөзі басқа, мінезі басқа. Жанында келіні бар, өз алдына отбасы. Келінім жаман емес негізі. Тындырымды, үйдің шаруасын біледі. Таза жүреді, сыпайы. Бірақ бір жері бар. Баланның тиынын қадағалайды. Әр теңгесін санап отырады. Ұлым өз әмиянын сұрап алады. Кейде қалжыңдап алады. Кейде сәл қиналып, жанат, әмияным қайдеді деп. Сонда келінім қапшықтан 1-2 минут ақтарып, өзі ашып көрсетіп. Міне, бірақ кеше автобусқа 60 жұмсадым. Дүкенге 370 кетті. Бүгін 1000 алып кет, жетеді дейді. Міне осындай. Ұлым үндемейді. Маған қарай мағынасыз жымиып қояды. Мен де үндемеймін. Үндесем шаң шығады. Шаң шықса ұлым қиналады. Пайдаланайық деді. Менің жаным күлкіге толып кетті. 40 жыл отасқан күйеуім тірі кезінде. Қант деген үйдің сәні, жетіспесе шай өтпейді деп отыратын. Ал мына келін экономист. Дұрыс қарағым, үйдің берекесі есеппен ғой дедім. Ол да мәз. Апа түсінеді деп ойлағаны анық. Түсінемін әрине. Бірақ кейде ішімнен. Баланның ақшасын өзі ұстаса не бопты? Еркек қой, өзінің еркіндігі болуы керек еді деп күбірлеймін. Күбірім өзіме ғана жетеді. Бір кеште ас дайындап жүрміз. Келінім екеуміз. Ұлым жұмыстан шаршап келді. Келін тамақты үнемдеп пісіреді. Тұзын да үнемдейді, майын да үнемдейді. Ұлыма қарап қойдым. Көзінде бір шаршау, бір үнсіздік. Тамақ ішіп отырмыз. Тыныш. Тек қасықтың тықылы. Бүгін ұлым жалақысын алды деді келін. Мен басымды изедім. Екеуміз жиналып 30 үй сатылымына ақша жинап жатырмыз. Несие алмай-ақ үй алсақ дейміз. Біраз қысып ұстау керек. Сол сәтте ішімнен бір нәрсе жылып өтті. Үй алмақ, болашағын ойлап жүр. Ендеше дұрыс. Ертең немерелерім кен үйде өссін дедім. Мен тағы үндемедім. Аузында сөз тұрды, бірақ айтпадым. Түнде жалғыз қалғанда жастыққа жабысып жылағым келді. Жыламадым. Өзіме өзім бұйырдым. Үй тыныш болса болды. Басқа не керек? Бір күні балам екеуміз дүкенге бардық. Қолымыз бос, айлығынан жаңа алған кез. Қалада шағын базар бар. Түрлі түсті, шу, иіс, саудагерді осы сәтте жүрегім шым ете қалды. Бір сәтке кішкентай баламды көргендей болдым. Қолынан ұстап базарға алып шыққаным, ақша бергенім, тәтті алып бергенім. Бәрі көз алдымнан жылжып өтті. Жарайды балам дедім. Мен алып берем. Бүгін менің сыйлығым болсын. Жоқ мама, керек емес. Біз аяқ киімді алмай базарды аралап жүре бердік. Екі ортада бір үнсіздік. Қасымызда магазиндер жарқырап тұр. Адамдар күліп жүр. Ал біз екеуміз бір-біріміздің ойымызға жете. Мен тек іштей ойландым. Әмияның өзі сұрайтын жігіт болып өсті. Бірақ сұраудан да ұялады-ау. Кейде таңертең шай ішкенде ұлымның көзі шаршаңқы болады. Мен ұлымның жүзіне қарап отырамын. Ол маған сездірмейді. Келінім үйді таза ұстайды. Тамағы да жаман емес, бірақ қатал. Ұлым да қатты қарсыласпайды. Мүмкін қуаты жоқ. Мүмкін жалғыз отбасын ойлайтын шығар. Мүмкін анашым үшін дау шығармайын деп ойлайтын болар. Мен де солаймын. Шыдаймын, тек үй тыныш болсын. Бір күні есік алдына екеуміз шай алып шықтық. Күз. Жапырақтар сары, ауа салқын. Келінім бірден есепке кірісті. Апа, газға биыл көбірек кетеді, үнемдеу керек. Мен басымды изей бердім. Бір үйде екеуміз үнемдейміз. Ештеңе етпес. Үй тыныш болсын, болды. Бірақ сол күні кешке ұлым маған жай ғана бір сөйлем айтты. Мама, мен өзіме ақша
Үнсіздіктен соң тет бірақ ауыз сөз айттым. Бала ақмақ болмауы керек. Әкесі секілді тірегін сезінуі керек. Ақшаңды өзің ұмыста, бірақ дау болмасын. Ұлым иығымнан құшақтап басын қойды. Балалық шақ қайта оралғандай болды. Бір сәтке ғана болса да. Келінім кешке ештеңе демеді. Мүмкін ішінен күйді. Мүмкін ойланып қалған шығар, бірақ дау шыққан жоқ. Содан бері ұлым кейде өз ақшасын өзі ұстайды. Кейде қайта келінге береді. Білмеймін, мен араласпаймын. Араласпау менің ең үлкен еңбегім. Тек бір ғана тілегім бар. Үй тыныш болсын. Баламның басы ауырмасын. Ұясы бұзылмасын. Мен бәріне шыдаймын. Тек үйім тыныш болсын деп. Күндер өтті. Үй әрдайым бір қалыпта. Таңғы шай, жұмыс, кешкі ас. Тек бір өзгешелік. Кейде ұлым әмиянын өзі ұстайды. Кейде келінге қайта сеніп тапсырады. Мен бәрін байқаймын, бірақ үндемеймін. Келінім әлі үнемшіл. Мәселенің бәрі ниеті жаман емес. Үнемдегені болашақ үшін дейді. Сол үшін өзіме өзім тоқтау қоямын. Жетет, ана деген тату болуды ойлағаны дұрыс. Үй тыныштығы алтын. Бір күні кешке келінім дауысы жұмсақ шықты. Апа, шай ішіп отырсыз ба? Қасыңызға отырайын ба? Мен таңырқап көз салдым. Келін әдетте босаса да, шаруаны бітірем деп жанталасатын. Бүгін асықпай қасыма жайғасып отырды. Үнсіз біраз шай іштік. Сосын ғана ол төмен келетінін айтты. Мен іштен жылу ағылғандай болды. Қолымдағы шәйнекті қоя салып, оның қолынан ұстадым. Тұла бойым дірілдеп теткендей. Бірнеше секунд сөйлеуге де шамам келмеді. Немере. Бұл сөз маған көктемнің иісіндей, таңғы самалдай, үйге қайта оралған күндей боп естілді. Құтты болсын қарағым, дедім ақырын ғана. Сол сәтте көзіме жас үйірілді, бірақ бұл жолы қуаныштың жасы. Осыдан кейін бәрі өзгергендей болды. Келінім бұрынғыдай қатаң емес, жұмсақтау болып кетті. Бұрын ақша үнемдеу, тәртіп болса, енді ол өзінен өзі орнығып кетті. Тамағында молырақ пісіреді, шайға қантты өзі қосып береді. Ұлым жұмыстан келгенде екеуі күліп сөйлеседі. Келінім жаңа туған нәресте туралы әңгіме айтып мәз болады. Ұлым болса бұрынғыдай үнсіз емес, дауысы жарқын, көңілі ашық. Мен күнде таңертең оянғанда ішімнен шүкір айтам. Тыныштық келсе, бақыт өзі келеді екен. Айлар өтті. Келіннің іші білініп қалды. Біз үшеуміз дүкенге де, базарға да бірге шығатын болдық. Бір жолы келінім өзі ұлыма қарап, екеуміз ақшаны бірге ұстайық, жарай ма, деді. Ұлым күліп, менде де болады, сенде де болады. Қажет кезде біріктірерміз, деді. Сол сәт мен ойладым, сабыр, ең ауыр, бірақ ең дұрыс жол. Күздің соңында алғашқы немереміз дүниеге келді. Ұлым есік алдында жүр, толқып. Ал мен перзентхана есігіне тесіліп қарап тұрмын. Бір уақытта дәрігер шығып, құттықтаймыз, ұл бала, деді. Ұлым бір сәтке үнсіз тұрып қалды, сосын маған бұрылып, бала сияқты құшағыма асыла кетті. Мен оны құшақтадым. Біздің көзімізден жас ақты, бірақ бұл жолы мүлде басқа жас. Келін перзентханадан шыққан күні балақайын маған ұстатты. Мен кішкентай денесім құшағыма алған сәт, жүрегім дүрс-дүрс соқты. Иісі, жаңа өмірдің иісі. Тынысы, үйдің тынысы. Демі, отбасымыздың болашағы еді. Сол күннен бастап менің сөзім күрт өзгерді. Үй тыныш болса болды, деп емес. Үйде күлкі болса болды деп айтатын болдым. Сабыр сақтап, тіс-тістеп өткізген күндерімде күтпеген бақыт есікті өзі қағып келіпті.